Аққосты орта жалпы мектебінің сыртқы көрінісі. Қараңыздар. 2 рет міне қараңыздар, мына құлап жатыр мына. Мына мектептің ішінде балаларымыздың тағдыры тұр ғой. Ертең не болады мына? Мүжіліп құлайын деп жатыр. Қалай бұл? Түркістан облысының әкімінде 24 жылы Дархан Сатыбалдың жеке қабылдауында болдым. Ол кісі де тұрағыңызды қараймыз деп шығарып салған. 2025 жылы Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров жеке қабылдауында болдым. Ол кісі де сіздің сұрағыңызды назарға аламыз, қарастырамыз деп шығарып салды. Бұл мектебіміздің негізі жобалық сметасы 2 рет жасалынып, екеуінде де мерзім өтіп кеткен. Енді 3-ші жасалып жатыр. Бірақ ешқандай нәтиже көрген жоқпыз. Ертең зілзала болып, аяқ астынан бір нәрсе болса, не болады мектеп? Рисковать етіп, осы балдарды оқытып жатыр осы жерде. Аядай ғана кабинетте, директордың 3 орынбасары отырады. Сонымен қатар психолог ағамыз досын отырады. Алақандай ғана 5-ақ шаршы ауданда 4 маман жұмыс жасайды дегенге ақылға сыймайды. Бір-біріне кедергі жасап, ол жұмыс өнімді болады, одан бір нәтиже болады. Қандай да бір оң өзгерістер болады деген айта алмаймын. Ана жерді қараңыз, еденді қараңыз, бұл жақта да сол еденмен мәселе. Қопарып жатыр бәрі. Адам сүрініп жығылады ғой, мынау деген масқараға ұятып қойды.